Сәлем, жаным. Бұл арнада тек шынайы, жанды тербететін, жүрекке әсер ететін хикаялар айтылады. Бүгін мен саған ерекше бір оқиғаны бастаймын. Бұл ана туралы шытырман әрі мағыналы оқиға. Арнаға жазылып қой, ал мен бастайын. Анамның алақаны және жұмбақ жәшік. Анамның алақаны мен үшін бүкіл әлем еді. Жетім қалғаннан кейін менің жалғыз панам сол алақан болды. Ол маған өмірдің қатаң сабағын үнемі жұмсақ сөзбен түсіндіретін. Бірде күзгі жаңбырлы кеште мен үйдің шатырынан бір ескі, шіріген сандық тауып алдым. Ішінде ескі суреттер, қолжазбалар, бір күнделік және анамның бұрынғы атына жазылған, ешқашан ашылмаған хаттар жатты. Сол кештен бастап анам өзгеріп кетті. Көзінде бір түрлі мұң, жүрісінде мазасыздық. Бірақ ол маған ештеңе айтпады. Тек бір түнде мені оятып, егер саған бірдеңе болса, осы жәшікті ешкімге берме деді. Неге? Дедім. Себебі онда шындық бар, бірақ әр шындықты бәрі көтере алмайды. Міне әңгіменің шымылдығы осылай ашылды. Енді шындық үшін күрес пен анамның өткен өмірі туралы көп сыр ашылады. Арнаға жазылып қой, келесі бөлімде біз бұл құпияның артында кім тұрғанын білеміз.